Мына құрметті тараптар, сотқа дейінгі тергеп-тексеру органынан маманға мына пышақтар зерттеуге ұсынылған. Марқұм Нұрай Серікбайға соғылған пышақ осы. Күдікті Шерхан Аймақханға тиесілі пышақ. Асы құралынан марқұмның қаны анықталған. Аймақханның толстовкасындағы 46-49 нысандарда, бір кроссовкасында 51-52 нысандарында адам қаны табылған. Топтық тиістілігін анықтаған кезде аталған қанның дақтары Серікбайға тиесілі екені анықталған. Одан ары қарай ас үй пышағының жүзінде 3-ші адам қаны анықталған. Топтық тиістілігін анықтағанда аталған қан Нұрай Серікбайға тиесілігі анықталған. Сонымен қатар сол қаралы кеште көшедегі бейнебақылау камерасына күдікті Шерхан Аймақханның жәбірленушісіне жұлқылағаны түсіп қалған. Бейнежазбаны зерттегенде Нұрай Серікбай қашуға тырысқанда күдікті марқұмға бірнеше соққы жасалғаны нақтыланған. Сол соққылардың салдарынан жәбірленуші жерге құлаған. Ана қыз көнбей кетіп бара жатыр, артынан Сұлтан арқа иығынан ұстап жатыр. Көріп жатсыздар ма? Қыз қайтып мына жаққа қарай кетті, Нұрай арқасынан қуды. Мына енді пышақтап ұрып жатыр, көрдіңіздер ма? Ана машинаның қасына құлады, өткенде куә айтты ғой, бізде машинаның қасында жатыр еді. Оның бәрі куәнің сөзіне сәйкес келіп тұр, байқасаңыздар. Қайғылы оқиға болған түндегі әр секунд енді сот залында минуттап, тіпті сағаттап талдануда. Қанды қылмыстың мән-жайын, әр деталін анықтау күрделі процеске ұласып жатыр. Аталған іске қатысты соңғы нүктені сот қояды. Саят Айдосұлы, Руслан Насиров, Олжас Құдайбергенов, Әділет телеарнасының жаңалықтар бөлімінен.